Сәлем достар, сіздермен бүгін Еркенаш және бүгінгі видеода сіздермен Тока Бока сериалдарын түсіретін боламын. Бүгінгі видеода сіздермен мен 3 этажды үйге обзор түсіретін боламын. Мен бастамас бұрын лайк басып тіркеуді ұмытпаңыздар. Ал мен бастаймын, кеттік. Ең алдымен біз кіріп келген кезде осындай екі ящик тұрады. Міне. Менде пока что ол жақта ештеңе жоқ, только аяқта ғана. Міне, осы жақта обогреватель бар, сондайлар бар, еще диванчик бар. Былай қарай жүрсек, бізде аяқта мындай сушилка, сондай киімдерге арналған уходтар, короче, мына. Аяқта стиральная машина, аяқта ештеңе жоқ. Аяқта мен маскам для лица, аяқта линзы. Сонда тіс жуатын, паста, пылесос, тағы басқа заттар бар. Міне, тумбочкада ештеңе жоқ тоже. Өйткені мен толтырған жоқпын әлі. Аяқта бізде сумкалар ілініп тұр сабаққа. Сосын айна и диван кішкентай. Енді кеттік мына жағына барайық. Аяқта менде лифт осындай. Және менде сразу кіріп болған соң осындай кухня кездестіреді. Бұл жақта барлығы толтырылған. Мына жақта менде сковородка бар. Мынау блины пісіретін. Чайник. Мына жақта кесе сондайлар. Мына жақта мен мама мен папамның киімдері, чтобы тамақ пісіргенде киетін. Мына жақта стол, как обычно. И диван мен телевизор. Короче, кеттік екінші этажына. Міне екінші этажына кірдік. Енді мына жақта менің ағамның бөлмесі. Мен қазір обзор тұрып кетейін. Аха, жарайды. Міне мына жақта туалет. Туалет только и қол жуатын. Ванна сымайды. Мына жақта мынандай отыратын, сабақ оқуға болады. Мына жақта киімдер, шкаф. Мына жақта футболдың киімдері. И мына жақта кровать, мына жақта наушник жатыр. Мынандай ойыншық и растение. И мына жақта компьютер, короче. Вот. Мына жақта еще кішкентай балкон бар, күшті. Вот. Енді келесі менің комнатама барайық. Менде менің осындай мысығым бар. Мына жақта, который айнаны сындырып алдым мен. Енді кеттік. Мен өзіме комнатам прям қатты ұнайды. Міне. Осы жақта менде мынандай суреттер, напоминаниялар. Мына жақта менде заттар, шапкалар. Мына жақта менде стол, который мен ұйықтаймын, короче, мына жақта и стол бар. Міне. Мына жақта шай ішуге болады. Мына жақта мен любимый группамның өлең ойнап жатыр. Мына жақта көріп отыруға болады. И киімдер. Міне. Мына жақта менде уже туалет, ванна. Міне мына жақта ештеңе жоқ. Мына жақта духи, уходтар, для волос уходтар. И вот. Кеттік енді үшінші этажға барайық. Міне үшінші этажға келдік. Үшінші этажда бізде енді бассейн бар ол жақта. Міне осылай кіріп келсеңіздер. Мына жақта осындай уголочек бар, который мына жақта типа мынандайлар. Клининг и мына жақта киімдер. Міне мына жақта фрукты жеп отыруға болады. Міне мына жақта там джакузи сондайлар бар. Мен қазір түспеймін. Короче, мына жақта лежактар бар. Все. И матрастар бар. Енді бізде үшінші этажда мамалардың комнаталары крик. Міне. Мына жақта енді, конечно, беспорядок. Мен қазір обзор түсіріп кетейін осы комнатаға. Аха, жарайды. Так. Міне мына жақта бізде огонь.
Не знаю зачем. Мен для красоты. Это, короче, диванчик, стол. Мындай кішкентай. Мына тоже отыратын. Мына ұйықтаймын. Мына бала ұйықтайды, который... И мына мындай шкафчик бар. Мындай үлкен айна. Сосын главный шкаф. Вот. И последняя комната это мына комната. Мына уже ұйықтап отырсын. Киімдерін қойып шығу керек еще. Бұл жақта енді ясно же кровать и тумбочка. Әлі мына жаққа андай заттар қосамыз, өйткені анау пустой болып тұр. Міне осымен біздің обзор бітті. Анау енді кішкене қамақ болып қалған соң мен тағы қазір қасына кішкене сериал қосып жіберем. Күнделікті менің өмірім деген тақта сериалды қосып жіберем. Өйткені обзор прям аз-ақ болды. И мынаны қосып жіберем. Ал енді кеттік, мен күнім бірінші ұйқыдан басталады. Енді кеттік. Екінші этажға. Міне енді мен бастайын. Енді қайырлы түн. Таң атқанда. Таң атты ма? Маған сабаққа бару керек. Бүгін еще понедельник. Жарайды, онда қазір менде 2:30-да сабақ басталса, қазір сағат 11. Мен сабақтарымды түгендейін, сабақ оқимын. Алдымен енді мен бірінші осындай киіммен бара берем, жайды. Астына. Бірінші мен бет қолымды жуам, конечно же. Енді уход. Может, мен еще жоқ, жумбай. Бетімді строй. Крем для рук. Кішкене бетіме жағам еще. И тағы шашым тарайым. Все. Енді тамақ ішуге барамын. О, мысығым тұрды. Жата тұр, қазір саған тамақ әкеп берем сосын. Так, кеттім, мен онда бірінші этажға өзім тамақ іше берем. Өйткені қазір менде 11 болды ғой. Ал менің отбасым 12-де тұрады. Так, келдім, енді өзіме қазір білемін жасау. Ой, кешегі осы тамақты жей салайын. Міне. Тағы не жеуге болады, өйткені қалың әлі тұрған жоқ. Так, мен өзіме жұмыртқа жасап алатын шығармын, өйткені мен тойған жоқпын. Бір жұмыртқа маған жетеді. Помидормен. Так. Ой. Короче, мы успеем бить. Все. Помидор тогда мне курицу меньше. И мне нравится. Все. Может, мне тогда усастим. Все, мен бутербродым дайын. Жеп алайық. Болды, енді мынаны посудомойкаға салайық. И кеттім.
қайттан өз бөлмеме барып, сабақтарымды түгендеймін. Мен сабаққа сумка апармаймын. Просто не. В смысле, сумка апармаймын. Ну, короче, апарасам. Пошутил, конечно, пошутил. Туф, қайттан. Енді мен сабақтарымды түгендейін, сабақ оқиын. Ең алдымен менде физика, геометрия. Ұнамайды маған барлығы. Так, бұдан мен уже істедім кеше. Да, мынау последний. Так, бұл жақта мен уже істеймін. Мен уже нақтан белгілеймін ручкамен. Мына мен сумке. Менде еще бүгін Пиндододан новый сумка келді. Қарасын алып кету керек. Мен өзіммен еще карталарды аламын, чтобы асханада тамақ ішу үшін. И мына кітаптарды салып қояйық. Болды, мен портфелімді, сумкемді салдым. Енді наққа белгілейік. Мен болды, енді қайта саламыз. Ал енді менде әлі сағат 12 болды, ал отбасым, наверное, уже тұрды. Мен білмеймін, екен қараған жоқпын, короче. Так, мен қазір шашыма нелер жағамандай. Влажный болу үшін. Міне, ұштарына. Негізі мынау массажға, но шашқа да бар, наверное. Но тоже сияйт етеді. Міне. Енді мынау для лица. И мынау тоже для лица. И шашқа да болады, короче. То есть для лица. Короче, мен логикам күшті ғой. Все. Енді шашым нормально болды. Мен енді шамалы мейкап жасайын. Шамалы дегенде менде вообще мейкап жоқ. Өйткені біз көшіп келгенде бізде не жоқ болған. То есть менің косметикаларым сол жақта қалып қойған. Сеп қаратып септік. Все. Енді мен тұрам телевизор көріп. Міне. Бір сағаттан кейін. Уже сағат 12:30 болды. Маған уже сабаққа дайындалу керек, өйткені мен 1 сағат сабаққа барам. Маған өте алыс сабақ, мектеп маған алыс, иә. Так, мен сабаққа бүкіл не киемін? Мен, наверное, осыны киемін, либо осыны киемін. Или осыны. Или осыны киемін. Или осыны. Наверное, мен осыны киемін. Дала шамалы еще суық. Или вообще на ноге. Короче, я осыны. Я решила, что надену это. Мне осындай школьный форма кидім. Маған еще дене шынықтыру сабағына киім алу керек. Міне, наверное, дене шынықтыруға. Жоқ. Неке. Дене алсам. Это осыны. Еще мизинде бар. Такая бұл далаға. Мен тоже сумкені салайын. Все, мен болды. Енді сабаққа барам. Мені қазір водитель алып кетеді.
апарып тастайды, то есть. Кеттік. Міне мен уже бірінші этажға түстім. Қазір мен пока что күте тұрамын, водитель келгенше дейін. Так. Міне мен водителем. На самом деле. Короче, міне. Анда мен қазір машинамен сабаққа барамын. Достар, осымен видеом аяқталды. Егер екінші сериясын қаласаңыздар, комментарияға жазыңыздар. Мен сосын екінші сериясын түсіретін боламын. Енді всем пока-пока. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Пока.